Мен сенің алдыңдамын, ох Алла. Мен сенің алдыңдамын. Саған серік жоқ. Мен сенің алдыңдамын. Шүбәсіз, барлық мадақ саған тән. Барлық нығмет те, билік те саған ғана тиесілі. Саған серік жоқ. Уа Алла. Мені дүниелік игіліктермен алдандырма. Өйткені олар мені ақиқат жолынан тайдыруы мүмкін. Бірақ олардан мүлде айырмады. Өйткені сені ұмытып кетуі мүмкін. Азға қанағат ету, көпке ие болып, ысырапқа салынғаннан артық. Күш қуатым әлсіреп барады. Жауапкершілігімдегі жандар көбейді. Мені үнемшіл, қанағатшыл күйде қабыл ал. Ысырапшылдардан етпе. Шынайы бақташы, басшы. Өзіне ұлы Алла тағала жүктеген міндетті өз қарауындағы қауым алдында толық атқаруға тиіс. Ол сендерге Алла тағала нәсіп еткен діннің міндеттерінің орындалуын қадағалауға міндетті. Және сендерге Алла тағала әмір еткенді әмір етуі парыз. Және Алла тағала тыйған нәрселерден тыйылуы тиіс. Ол Алланың заңдарымен жүреді. Адамдарға әділдікпен қарайды. Туыс болсын, бөгде болсын. Адасқанды тура жолға шақырыңдар. Надан ақиқатты көрсін. Салғырт масихат алсын. Ал масихат алған адам ақиқатқа ерсін. Иманды нығайту үшін жалғыз тілек жеткіліксіз. Тілеген нәрсені іс-амалмен жүзеге асыру қажет. Кім ізгі істерде ынтамен еңбек етсе, оның сый-сауаптары міндетті түрде арттырылады. Жихад ізгі істердің шыңы, ал жихадтағы жауынгер күнәдан алыстаған, оны істейтіндерге разы болмайтын адам. Кейбіреулер жихад жасап жүрміз дейді, ал шын мәнінде Алла жолындағы жихад тыйым салынғаннан тыйылу. Басшының тақуалығы мен мейірімі халық үшін ең қайырлысы, әрі Алла тағаланың разылығына себеп. Ал оған ең жек көрініштісі басшының және оның айналасындағы адамдардың надандығы.